саламатсыздар ма құрметті оқушылар? Саламатсыздар. Bizde dünya üstü boyunca kaçta muhit var? Kim aytadı? Rauş, 4 muhit var. Asabi Dövüş? Soltüstümüz muhit. Evet. Енді балалар, сол 4 түрлі мұхитымызға, әрқайсымыз өзімізді алдымызда тұрған плакатымызға бір мұхиттан жазып шығаршы, Кәнекей. Бастаймыз. Сіздер қай мұхит алдыңыздар? Жарайды. Тынық мұхит туралы жазамыз. Жер шарын жайлаған су дүниежүзілік мұхитты құрайды. Дүниежүзілік мұхиттың жалпы көлемі 361 миллион километр квадрат. Дүниежүзілік мұхит 4 бөліктен тұрады. Тынық, Атлант, Үнді, солтүстік мұзды мұхиты. Тынық мұхиты ауданы жағынан ең үлкен мұхит. Ең терең жері Мариана шұңғымасы 11022 метр. Атлант мұхиты үлкендігі жөнінен Тынық мұхиттан 2 есе кіші Атлант мұхиты. Үнді мұхиты оңтүстік жартышардың едәуір бөлігін алып жатыр. Жалпы ауданы 76-да 2 миллион километр квадрат. Солтүстік мұзды мұхиты мұхиттардың ішіндегі ең кішісі. Ең терең жері Гренланд теңізі. Дүниежүзілік мұхиттың құрамдас бөліктері теңіз, шығанақ, бұғаздар. Теңіздер: ішкі теңіз, шеткі теңіз. Ішкі теңізге Жерорта, Қара теңізі, Азов, Балтық теңіздері жатады. Ал шеткі теңізге Баренц, Охот теңіздері жатады. Теңіздерді мұхиттан түбектер, аралдар немесе суасты жоталар бөліп тұрады.